Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әдемі салфетканың тоқылуымен бөліскім келеді. Бұл салфетканың схемасы интернеттен алынған. Тоқылуы өте оңай, бар болғаны 18 қатардан тұрады. Дайын болсақ, тоқымамызды бастаймыз. Айтпақшы менде жіптің құрамы 100% мақта. Алдымен бастапқы жіпті тоқып аламыз. Начальная петля. Одан соң 9 үлпілдек шалу тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жіп деген өте жіңішке, анық көрінбеуі мүмкін. Қатарды бекітеміз шеңберге. Ары қарай бірінші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан кейін осы шеңбердің ішіне, бұл бізде 3 үлпілдек бірінші бір бос жіп қосылған шалудың есебінде жүреді. Ары қарай шеңбердің ішіне тағы да 2 бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Екінші бір жіп ораймыз, үшінші бір бос жіп қосылған шалу. Одан соң 2 үлпілдек шалу тоқимыз. 1, 2. Тағы да осы шеңбердің ішіне 3 бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Бірінші, екінші, үшінші. 2 үлпілдек шалу. Тағы да 3 бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Екі үлпілдек шалу. 1, 2. Тағы да 3 бір бос жіп қосылған шалу тоқып аламыз. Екінші және үшінші. 2 үлпілдек шалу. 1, 2. Одан соң мына жердегі 3 үлпілдек шалудың үшінші үлпілдегіне ырғақты кіргізіп, қатарды аяқтаймыз. Екінші қатарды бастаймыз. 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Бұл бізде бір бос жіп қосылған шалудың орнына жүреді. Одан соң тап осы төмендегі столбиктің ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. Келесі столбиктің ішіне, екінші столбиктің ішіне де 2 бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик. Келесі үшінші столбиктің ішіне тағы да 2 столбик тоқимыз. Бір бос жіп қосылған шалудан тұратын 2 столбик. Барлығы 6 столбик. Ары қарай 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Келесі 3 столбиктің әрқайсысына 2-2-ден бір бос жіп қосылған шалулар тоқимыз. Бірінші столбикке 2 столбик тоқимыз. Екінші столбикқа 2 столбик тоқимыз.
бір жіп ораймыз. Келесі үшінші столбикқа да 2 столбикті оқимыз. Ары қарай үш үлпілдек шалу, тап осылай қалған столбиктарға тоқып шығамыз. Қатарды аяқтаймыз. Екінші қатардың соңына келдік. Соңғы үш үлпілдек шалу тоқып алдық. Ары қарай қатарды бекітеміз. Үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. Үшінші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. 1, 2, 3. Бұл бізде бір бос жіп қосылған шалудың есебінде жүреді. Одан соң бір үлпілдек шалу тоқимыз. Ары қарай келесі тұрған әрбір столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалудан тоқып шығамыз. Екінші столбикқа бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Бір үлпілдек. Келесі үшінші столбикқа да бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Бір үлпілдек. Келесі төртінші столбикқа бір бос жіп қосылған шалу. Бір үлпілдек. Келесі бесінші столбикқа да бір бос жіп қосылған шалу. Үлпілдек шалу біреу. Келесі алтыншы столбикқа да бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 3, 4, 5. Содан соң келесі столбиктарға 6 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден столбиктар тоқып шығамыз. Бір бос жіп қосылған шалу тоқып шығамыз. Бірінші столбик, бір үлпілдек. Келесі екінші столбиктің ішіне де бір бос жіп қосылған шалу. Бір үлпілдек. Үшінші столбикқа бір бос жіп қосылған шалу. Бір үлпілдек. Төртінші столбикқа бір бос жіп қосылған шалу. Бір үлпілдек. Бесінші столбикқа да бір бос жіп қосылған шалу. Бір үлпілдек. Алтыншы столбикқа да бір бос жіп қосылған шалу. Ары қарай тап осылай қайталап тоқып аламыз. Үшінші қатардың соңына келдік. Қатардың соңында 2 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Содан соң үшінші үлпілдек шалудың ішіне бір жіп орап, бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Ырғақты 3 жіп, алдымен 2 жіптен өткіземіз, содан соң тағы да 2 жіптен өткіземіз. Төртінші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 2, 3. Содан соң тап осы арканың ішіне бір жіп орап, екінші столбикті оқимыз. Бұл бізде кластер. 2 столбиктен тұратын. Бір бос жіп қосып тоқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Содан соң келесі төмендегі әрбір бір үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу, 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек. Келесі аркаға да, бір үлпілдектен тұратын аркаға да жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек. 1, 2, 3. Келесі аркаға да жай шалу. Үш үлпілдек. 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне тағы да жай шалу. Одан соң 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Одан соң 5 үлпілдектен тұратын арканың ішіне 2 кластер тоқимыз. Міне бізде бірінші кластердің бірінші столбигі, бір жіп ораймыз. Екінші столбик, 3 жіптің барлығында
бір жіптен өткіземіз. Үш үлпілдек шалу 1, 2, 3. Екінші кластерді оқимыз. Бір жіп ораймыз, бірінші столбик, тағы да бір жіп ораймыз, екінші столбикті оқимыз. Ырғақта 3 жіп барлығын бір жіптен өткіземіз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Төртінші қатардың соңына келдік. Соңғы 5 үлпілдек тоқып алдық. Ары қарай кластердің арканың ішіне. Міне бізде бірінші кластер тоқылып тұр. Енді екінші кластер тоқимыз арканың ішіне. Кластердің бірінші столбигі, бір жіп ораймыз. Екінші столбигі. Ырғақта 3 жіп барлығын бір жіптен өткіземіз. Одан соң бір үлпілдек тоқып аламыз. Келесі кластердің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Қатарды бекітеміз. Бесінші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. 3 үлпілдек бізде кластердің бірінші столбигі болып саналады. Ары қарай бір жіп ораймыз. Арканың ішіне жіп кіргізіп, ырғақты алып шығамыз. Екінші столбик. Бар болғаны 2, бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Одан соң 3 үлпілдек шалу 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне екінші кластер тоқимыз. Ырғақты жіп қалдырамыз. Тағы бір жіп ораймыз. Арканың ішіне бір столбик тоқимыз. 3 жіптің барлығын бір жіптен өткіземіз. Одан соң 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі төмендегі 5 үлпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек 1, 2, 3. Келесі аркаға жай шалу. 3 үлпілдек. Келесі аркаға жай шалу. 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне де жай шалу тоқимыз. Одан кейін 5 үлпілдек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 5 үлпілдектен тұратын арканы қалдырып, екі кластердің ортасындағы арканың ішіне 3 кластер тоқимыз. Бірінші кластердің бірінші столбигі, екінші столбигі, 3 жіптің барлығын бір жіптен өткіземіз. Бір, екі, үш. Келесі екінші кластер тоқимыз. Екінші кластердің екінші столбигі. Ырғақта 3 жіптің барлығын бір жіптен өткіземіз. Тағы да 3 үлпілдек. Тап осы арканың ішіне келесі үшінші кластерді тоқимыз. Ырғақта 3 жіптің барлығын бір жіптен өткіземіз. 5 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Бесінші қатардың соңына келдік. 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай төмендегі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне
соңғы үшінші кластерді тоқимыз. Екеуін бағана тоқып алдық басында. Енді үшіншісін тоқимыз. Ырғақты 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Одан соң бір лүпілдек шалу, қатарды бекітеміз. Бірінші кластердің төбесіне ырғақты кіргізіп жіп алып шығамыз. Содан соң бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Бұл бізде арканың орнына жүреді. Алтыншы қатарды бастаймыз. Алдымен үш лүпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Содан соң тап осы арканың ішіне кластер тоқимыз. Үш лүпілдек шалу бізде кластердің бірінші столбигі болып есептеледі. Ары қарай екінші столбигін тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Бұл бізде бірінші кластер. Одан соң 7 лүпілдек шалу тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі арканың ішіне екінші. Алдымен бірінші кластерді тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Кластердің екінші столбигі. Кластер бізде 2, бір бос жіп қосылған шалудан тұрады. 3 жіптің барлығын бір жіптен өткіземіз. 3 лүпілдек шалу, 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне екінші кластер тоқимыз. 3 жіптің барлығын бір жіптен өткіземіз. 5 лүпілдек, біреу, бес лүпілдек шалу. Келесі төмендегі 5 лүпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. 3 лүпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 лүпілдек, 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне тағы да жай шалу тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі аркаға да жай шалу тоқимыз. Одан соң 5 лүпілдек. 2, 3, 4, 5. 5 лүпілдек шалу. Келесі 5 лүпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. Одан кейінгі екі кластердің ортасындағы бірінші арканың ішіне 2 кластер тоқимыз. Кластер бізде 2, бір бос жіп қосылған шалудан тұрады. Міне 2 столбик, 2 кластер, 3 жіп бар, барлығын бір жіптен өткіземіз. 3 лүпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші кластер. Бір жіп ораймыз. Екінші кластер. Одан соң 7 лүпілдек. 5, 6, 7. Келесі кластердің ортасындағы арканың ішіне тап осылай тоқып, қатарды аяқтаймыз. Соңына дейін тоқып шығамыз. 6-шы қатардың соңына келдік. 5 лүпілдек шалу тоқып аламыз. Содан кейін бір жіп орап, төмендегі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне бірінші кластер тоқыған болатынбыз. Тап осы жерге енді екінші кластерді тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Келесі екінші столбикті тоқимыз. Ырғақты 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Бір лүпілдек шалу, қатарды бекітеміз. Бір жіп ораймыз. Бірінші кластердің ішіне ырғақты кіргізіп, бір бос жіп қосылған шалу тоқып шығамыз. Бұл бізде арканың есебінде жүреді.
Ары қарай 7-ші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Бұл бізде кластердің бірінші столбигі. Бір жабыраймыз, тап осы арканың ішіне кластердің екінші столбигін тоқимыз. Одан соң үш үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Келесі ортадағы 7 үлпілдектен тұратын арканың ішіне алдымен 5 бір бос қосылған шалулар тоқып аламыз. Бірінші столбик, бір жыбыраймыз. Екінші столбик, бір жыбыраймыз. Үшінші столбик, бір жыбыраймыз. Төртінші столбик, бір жыбыраймыз. Бесінші столбик. Одан соң екі үлпілдек шалу. 1, 2. Ары қарай тап осы арканың ішіне келесі қалған бір бос қосылған шалудың 5-еуін тоқып шығамыз. 6, 7, 8, 9, 10. Яғни төмендегі 7 үлпілдектің ішіне барлығы 10 бір бос қосылған шалу тоқып шығамыз. 5 бір бос қосылған шалу тоқимыз, содан кейін 2 үлпілдек тоқып аламыз. Ары қарай тап осы арканың ішіне қалған 5 бір бос қосылған шалуларды тоқып аламыз. Одан кейін үш үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да кластер тоқимыз. Алдымен бірінші кластер тоқып аламыз. 2 бір бос қосылған шалудан тұратын 2 столбик, бір бос қосып тоқыдық. Ырғақты 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Үш үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне келесі екінші кластер тоқимыз. 2 бір бос қосылған шалудан тұратын екінші кластер. Бірінші столбик және екінші столбик. Ырғақты 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Одан кейін 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. 5 үлпілдек шалу. Келесі төмендегі 5 үлпілдекті қалдырамыз. Одан кейінгі 3 үлпілдектің ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Келесі 3 үлпілдектің ішіне, арканың ішіне жай шалу. 5 үлпілдек. 4-еу, 5-еу. Төмендегі 5 үлпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да бірінші кластерді тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне 2 бір бос қосылған шалудан тұратын екінші кластерді тоқимыз. Ары қарай қатардың соңына дейін тап осылай қайталап айналдырып тоқып шығамыз. 7-ші қатардың соңына келдік. Соңғы 5 үлпілдек шалуды тоқып алдық. Ары қарай бастапқы екі кластердің ортасындағы арканың ішіне екінші кластерді тоқимыз. Бірінші кластерді басында тоқып кеттік. Енді екінші кластерді тоқимыз. Бірінші столбик, бір жыбыраймыз. Екінші столбик. 3 жіптің барлығында бір жіптен өткіземіз. Қатарды бекітеміз. Бір үлпілдек шалу. Бір жыбыраймыз. Бірінші кластердің ішіне ырғақты кіргізіп, бір бос жіп қосылған шалу тоқып шығамыз. Бұл бізде арка. Ары қарай 8-ші қатарды бастаймыз. 8-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне кластердің екінші столбигін тоқимыз. Одан соң 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Бұл бізде арка. Ары қарай төмендегі столбиктің
бірінші столбигінің ішіне 2 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші столбик бір жабыраймыз, тап осы столбиктің ішіне екінші столбикті тоқимыз. Одан соң төмендегі келесі 3 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден тоқып шығамыз. Бір бос шып қосылған шалу, келесі екінші столбикқа бір бос шып қосылған шалу, үшінші столбиктің ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалу, біреу тоқимыз тек. Ең соңғы столбиктің ішіне, бұл бізде 5-ші столбик, ең соңғысына 2 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші столбик, тап осы столбиктің ішіне екінші столбик тоқимыз. 3 үлпілдек шалу, 1, 2, 3. Келесі тағы да тап осылай тоқып шығамыз. Бірінші столбиктің ішіне 2 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші столбик, бір жыбыраймыз, екінші столбик. Одан кейінгі 3 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден тоқып аламыз. Бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқимыз. Екінші столбикқа да бір бос шып қосылған шалу. Үшінші столбикқа да бір бос шып қосылған шалу. Соңғы 5-ші столбиктің ішіне 2 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 2 столбик. 3 үлпілдек шалу, 1, 2, 3. Кластер тоқимыз. Келесі арканың ішіне, 2 кластердің ортасындағы арканың ішіне алдымен бірінші кластер тоқимыз. 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын бірінші кластер. 3 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. Одан соң 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 5 үлпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек. 3, 4, 5. Ары қарай тап осылай айналдырып тоқып шығамыз. Қатардың соңына дейін тоқимыз. 8-ші қатардың соңына келдік. Соңғы 5 үлпілдек шалуды тоқып аламыз. Содан соң 2 кластердің, төмендегі 2 кластердің ортасына арканың ішіне екінші кластерді тоқимыз. Бірінші кластерді басында тоқып кеттік. Екінші 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластер. Ырғақта 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Қатарды бекітеміз. 1 үлпілдек шалу, 1 жіп ұраймыз. Бірінші кластердің ішіне ырғақты кіргізіп, бір бос шып қосылған шалу тоқып шығамыз. Тоғызыншы қатарға келдік. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3.
содан соң табысы арканың ішіне кластер тоқимыз. Ары қарай төрт лепелек шалу. 1, 2, 3, 4. Одан соң келесі столбиктардың ішіне, 7 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден тоқимыз. Барлығы 7 столбик болады. Бірінші столбик. Әрбір столбиктен кейін бір лепелек тоқып отырамыз. Бір лепелек. Келесі екінші столбиктің ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір лепелек. Үшінші столбикқа да бір бос шып қосылған шалу. Лепелек біреу. Төртінші столбикқа да бір лепелек. Бесінші столбик тоқимыз. Бір лепелек. Алтыншы столбик. Бір лепелек. Жетінші столбик. Ары қарай 7 лепелек тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7. Келесі 7 столбикқа да 7 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші столбик, бір лепелек. Екінші столбик, бір лепелек. Үшінші столбик, бір лепелек. Төртінші столбик, бір лепелек. Бесінші столбик, бір лепелек. Алтыншы столбик, бір лепелек. Жетінші столбик. Төрт лепелек шалу. 1, 2, 3, 4. Бір жыбыраймыз. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне ең алдымен бірінші кластер тоқып аламыз. Екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластер. Одан соң үш лепелек шалу. Табысы арканың ішіне екінші кластер тоқимыз. Екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластер. Одан соң бір жыбыраймыз. Ортадағы аркаларды қалдырамыз. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да кластер тоқимыз. Үш лепелек шалу. Табысы арканың ішіне екінші екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластер. Тағы да төрт лепелек шалу. 1, 2, 3, 4. Одан соң келесі столбиктардың ішіне 7 столбик тоқимыз. Араларында бір лепелек шалудан. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 9-шы қатардың соңына келдік. Соңғы кластерді тоқимыз. Ең бірінші тұрған төменгі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне екінші кластерді тоқимыз. Біріншісінің басында тоқып кеттік. Ырғақты 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Бір лепелек шалу тоқимыз, қатарды бекітеміз. Бір жыбыраймыз. Бастапқы кластердің ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Бір бос шып қосылған шалу тоқып аламыз. 10-шы қатарды бастаймыз. Алдымен төмендегі арканың ішіне 3 лепелекпен көтеріліп аламыз. Содан соң тап осы арканың ішіне кластер тоқимыз. 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Ары қарай 5 лепелек шалу. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Келесі төмендегі 4 лепелектен тұратын арканы қалдырамыз. Одан кейінгі бір лепелектің ішіне жай шалу тоқимыз. 3 лепелек шалу. Келесі бір лепелектен тұратын арканың ішіне тағы да жай шалу тоқимыз. 3 лепелек. Келесі арканың ішіне жай шалу. 3 лепелек. Келесі аркаға жай шалу. 3 лепелек.
келесі аркаға да жай салу. Үш үлпілдек. Келесі арканың ішіне жай салу. Ары қарай 5 үлпілдек салу. Одан кейін төмендегі 7 үлпілдектен тұратын арканың ішіне кластер тоқимыз. Үш үлпілдек салу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді оқимыз. Ары қарай тағы да 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі столбиктардың арасындағы аркалардың ішіне жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу. 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне де жай шалу. 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне жай шалу. 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне жай шалу. 1, 2, 3. Келесі аркаға да жай шалу. 3 үлпілдек. Келесі аркаға жай шалу. Одан соң 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне бірінші кластерді тоқимыз. Бір бос шып қосылған шалудан тұратын бірінші кластер. 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Ары қарай енді бірінші арка мен екінші арканың ішіне кластер тоқимыз. Екі столбигін бірінші арканың ішіне тоқыдық. Жіпті қалдырамыз. Тағы бір жіп ораймыз. Келесі арканың ішіне үшінші және төртінші столбигін тоқимыз. Ырғақта 5 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Одан соң 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші кластерді тоқимыз. Екінші арканың екінші кластері. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз.